Бесінші күн. Сабыр мен тұрақтылықты үйрену. Бүгін сабыр туралы күн. Көп адам өзгерісті бастап алады, бірақ соңына дейін жеткізе алмайды. Себебі сабыр жетіспейді. Ал шын мәнінде, табысқа жеткен адамдардың басты айырмашылығы ақыл емес, мүмкіндік емес, дәл осы тұрақтылық пен сабыр. Өмір бір күнде өзгермейді. Жүректе, ойда, мінезде бір сәтте түзеліп кетпейді. Бірақ күн сайын аз-аздан алға жылжысаң, сен өзің байқамай үлкен өзгеріске жақындайсың. Бүгінгі міндетің өзіңе асықпауға, нәтижені талап етпеуге үйрену. Кейде сен дұға етесің, бірақ жауап бірден келмейді. Кейде әрекет етесің, бірақ нәтиже көрінбейді. Бұл Алланың сені ұмытқаны емес. Бұл сені тәрбиелеу, сабырды үйрету. Себебі сабырлы адам ғана берекелі нәтижеге жетеді. Бүгін өзіңден сұра. Мен неге тез шаршаймын? Неге жарты жолда тоқтаймын? Неге бәрін бірден қалаймын? Осы сұрақтарға шын жауап бер. Асығыстық шайтаннан, ал сабыр иманнан. Сабыр деген үнсіз отыру емес. Сабыр әрекетті тоқтатпай, бірақ нәтижені Аллаға тапсыру. Бүгін бір істі жай, бірақ тұрақты істе. Мысалы, 10 минут кітап оқы, бірақ асықпай. Бір дұғаны шын жүрекпен айт. Бір жақсы сөзді ойланбай емес, ниетпен айт. Осындай қарапайым әрекеттер жүректі тыныштандырады. Есіңде болсын. Алла сабыр еткендерді жақсы көреді. Сабыр жеңістің кілті, тұрақтылық табыстың негізі. Кешке өз-өзіңе мынаны айт. Мен асықпаймын. Мен өз жолымдамын. Мен бүгінде бір қадам жасадым. Өзіңді басқамен салыстырма. Біреудің нәтижесі сенің уақытың емес. Әр адамға өз уақыты, өз сынағы, өз жеңісі бар. Сен тек бүгінгі өзіңді кешегі өзіңнен жақсырақ қылуға тырыс. Бүгін сабыр сақтадың ба демек, сен жеңдің. Бүгін тоқтамадың ба демек, сен өсіп келесің. Бұл жолдың ортасы ғана. Алда әлі көп мүмкіндік бар. Ең бастысы, сен бастың. Ал бастаған адам міндетті түрде бір күні нәтижесін көреді.